Ассалаумағалейкум бауырлар. Ерланның сабақтарына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз пресстена жасап үйренеміз. Өздеріңіз білетіндей оның неше түрлері бар. Мысалы, мынау день рождения дейді, туған күнге арналған. Мынау пресстена строгий және тойға арналған пресстеналар бар. Осының жасап көрістейік. Ал кеттік, бастайық сабағымызды. Біріншіден жаңа слой ашамыз, жаңа документ создавать етеміз. Кеттік, размерін бірден айтып кетейін. Размері неше түрлі болуы мүмкін сіздердің каркас, яғни конструкцияларыңызға байланысты. Мен 3 метр ені, биіктігі 2 метр қылып жасайын. F4 арқылы басып, размер задавать еттік. Міне, ал кез келген түс беріп қойайық. Енді біз ең бірінші балаларға арналған таңдап көрейік. Ол үшін біз жазайық. Мысалы, мына жерде дәл осыны келтіріп көрейік. Мынаны алайық та, копировать, ставить. Міне, сіздерге көріну үшін жақындатып көрсетейін. Микки Маустар, мини маус. Так, бүйтейік. Мини маус, PNG формат. Ол PNG дегеніміз без фона, көбінесе сол форматтар болып келеді. Бұл жерде неше түрлісі бар екен, біз өзіміздің қалауымызша алайық. Бір, екі, үш түрлі бар екен. Мынаны алайық. Открытті басамыз. Мынаны ашамыз. Сақта болайық, сохранить какты басамыз да. Сохранить етіп қойық. Кеттік. Микки Маус. Гүл беріп тұрған жаңағы фотосын несін тауып алайық. Осы вариант екен. Сохранить какты басамыз. Кеттік. Мини маус деп қоямыз. Осы версиясын көрейік. Бізге тез болу үшін без фона іздеп жатырық әдейі. Бірақ егер фонмен болып жатса, ода тұрған ештеңе жоқ. Оны фотошопта алып тастауға болады. Міне, алғандарымыз мынау. Тартайық, импорт арқылы көрейік. Қайсы фон, қайсы без фона келген екен. Міне, мынаны былай қойға болады, мына шетке қойға болады. Тартып, нағызда мынаның орнына қойға болады. Дәл осыны біз аламыз да, фотошопта фон кесіп тастауға болады. Фотошопта кесіп тастайық қазір. Ашылды, Ctrl-O арқылы ашамыз. Окей, ашамыз. Екі рет замокты алып фонды алып тастаймыз. Волшебный палочкамен выделять етеміз де, ақ жерлерін, однотонны жерлерді. Delete басамыз, болында. Кішірейтіп қояйық, кішкене. Enter. Сохранить как. Бұл жерде Photoshop форматта автоматически тұрады. Все тұра берсін. Окей. Көрілді. Мынаның орнына аламыз да. Импорт арқылы. Мына формат жаңағы көшіріп аламыз. Бізде дайын. Енді біз келтіріп кішкене үлкейтейік. Қатты үлкен болып кетпесін. Шамалап үлкейтеміз. Енді мына жерге бантик. Микки Маустың, мини маустың бантик деп жазып қояйық, жайғаны. Шығам екен. Шығып тұр екен. Осыны ала салайық. Открытті басамыз. Тағында сохранить как. Кетті. Осыны перетаскать еті салауыд. Үлкейтеміз кішкене. Трассировка жасалады. Быстрая трассировка. Бұл жерде векторный без перетеканиясы жоқ болғандықтан қолдана беруге болады трассировканы. Міне, ешқандай өзгеріс болмады. Міне. Бұра салайық.
яғни бұны сохранить етіп отырайық. Shift Ctrl S престена 01 деп жазып қояйық. Енді мына байқап отқандай бізге фон керек екен. Оны тағы да интернетке кіреміз да. Бәрін өшіріп тастайық. Синий фон деп набирать етіп қояйын. Көріп алайық қандай екен. Ұқсастырып жасауға болады. Қатып қалған заң жоқ. Мынаны алып көрейік. Үлкенірек размерін таңдап отырмын әдейі. Жақсы сапада болу үшін сохранить как. Кеттік. Тартып, импорт арқылы тарта салдым. Кішкене үлкен қылайық, широкий қылып. Топты басам. Енді басам, Power Clip'ің ішіне кіргізіп жіберейік. Поместить контейнер. Енді біз, мысалы, день рождения дейді, туған күн деп жазайық. Туған күн. Ағылшынша жазылады екен. Туылған күн. Туылған күні құтты болсын. Үлеп белгісін қойық. Ақпен жазып қойық әзірше. Енді мына шрифтті көріп алыңыздар. Disney'дің шрифтін мен аламын да. Мына жерге шрифт Disney деймін. Міне фонт шықты. Скачать шрифтті басайық. Яғни роботты. Кеттік. Аламыз. Ашамыз. Екі рет бассақ өзі шығап береді. Установить етіп берейін ба дейді. Я кеттік. Енді көрімізді ашайық. Мұнан шрифтті текстті белгілейміз да. Жаңаға Disney деген шрифтті таңдаймыз. Дыны басып көрейік. Ағылшыншадан шығып беру керек. Міне айтқандай шығып тұр. Байқағаныңыздай қазақша әріптерді оқып тұрған жоқ. Оны біз орысша жазамыз. Сосын міне ағылшынша U деген Y болып жазып жібереміз. Міне құтты дегенді Y пен тағы да құтты дейміз. Болсын деп. Туған күні құтты болсын. Мына жерде свободный руканы алып дорисовать етіп жіберуге болады. Міне мен көрсетіп қойын, контурын алып тастаймын. Мына жерде Q-ның хвостигінде қолмен шалпса болады. Міне былай. Екеуі бірікпей қалса, біріктіре жіберейік. Міне. Мына жерде O әрпінің сызықшасы. Тағы да бірікпей қалса, біріктіре жіберейік. Екеуі бірдей болсын. Міне. Туылған күні құтты болсын дейді. Жер Ctrl-K арқылы бөліп тастаймыз. Сгруппировать етіп қойық. Жақындатайық арасын. Енді мына қарап отқандай бұны қызылмен бояймыз. Және контур берейік. Контур, интерактивный контурға кіреміз, басып тұрамыз. Сыртқы жағын басамыз. Кішкене қалыңдап алайық, 10 алайық. Ctrl-K арқылы бөліп тастаймыз. Ақ түспен бояймыз контурын. Міне. Туған күні құтты болсын. Мына жерге кез келген адамның, қыздың жаңағы болып жатқан туған күнінің иесінің атын қоюға болады. Және мына жерде фон өзгертуге болады. Мен осы файл обменникке салып, ссылкасын описанияның астына салып кетемін. Көшіру алуларыңызға болады. Corel форматта болады барлығы. Мынандай лучші жасайым десеңіздер, ол да қиын емес ешқандай. Оны деген мен үшбұрышты аламын да, міне былай алып, кез келген ақ түсін беріп кетейін. Міне кішірейтемін. Енді екінші рет бассам, мынаны домалақ шығады, қай жерін айналдырайын деген. Осыны алып, біз айналдырып шығуға болады. Жақындатып, бұрайтын болсаңыздар, міне. Бір рет копировать етіп бассаңыздар, кете береді. Ctrl-D-ны бассаңыздар, міне круг айналдырып шығады. Дәл осыны көшіріп, бұлай қарай көшіріп алуға болады.
мына жерге тақаймын. Міне. Болды. Сгруппировать етем, я болмаса бірден соединять етем. Кішірейтеміз. Пристенаның ішіне сиятындай қылып. Міне. Мына жерге келіп тұр ғой. Алып тастауға болады. Болмаса тұра берсін. Былай жақындатамыз. Бұның центрін дәл ортасына қойып, барлық расстояниясын бірдей қылуға болады. Мынаның да центрін жақындатып алуға болады. Бір талсаға жіберуге болады. Дорисовать етіп жіберуге болады. Ал кеттік, осының барлығын енді біз прозрачностьқа кіреміз. Көшіреміз. Бәрін соединять етеміз. Қараймыз. Радиальный таңдаймыз. Радиальный дегеніміз шеңбер. Міне. Жақындатамын. Мінекей. Енді мен лучтарды неше түрлі размерде жасауға болады. Мен бұның барлығын жеке сабақта керек болса айтып өтетін боламын. Мына жерде біздің жұлдызшаларымыз бар еще. Соны көрейік. Бұны аламыз да Power Click'нің ішіне салып жібереміз. Поместить контейнер. Міне. Келесі. Бұл сабақ Mickey Mouse'ның барлығын аламыз да. Біз группировать етіп қойық. Сохранить. Мынаны қалып кетті. Мынаның контуры. Мына видқа кіріп қарасақ, прозрачный фоны бар екен. Оны бүйтіп ішіне кіргізіп жіберейік. Болды. Енді полностью выделяться размерін қараймыз. Дәл келіп тұр біздің жасаған размеріміздей. Мына жерге тағы да айтайын, бұл жерге есімді қойып кетеді және датасы қойылады. Сонымен бұл балаларға арналған пристена дайын. Келесі бізде мынау, яғни строгий дейді. Бұл жаңағы іс-шараларға арналған пристена. Черно-белый және ақ және қара түсті болып жасаған жақсы болады. Да. Жаңа документ создавать етеміз. Размерін 3 метрде 2 метр қылып жасаймыз. Яғни ұзындығын 3000 мм-ге, биіктігін 2000 мм-ге. Импортировать етеміз логотиптерді. Мен YouTube пен TikTok-ты алайын дедім. Міне. Осыларды аламыз, логотиптерді. Және орналастырып шығамыз. Біреу, копировать етейік. Кішірейтейік, кішкене. Тағы кішірейтейік. Үлкен болып көрініп қалмасын. Және мұнан тағы да көйлетейік. Shift барлығын выделетімді Shift ені баса, мұна арағыштан барлығын равнять етіп береді. Оны болмаса, біз мұна выровнен распределитқа кіріп, мұна жақтағы расстоянияларын барлығы интервалдарын қойдыртып алуымызға болады. Так, келесі. Мұнаны бізде осылай қалсын. Буква С әрпімен центровать ете аламыз. Енді көшіреміз. Мұнаны YouTube-ты алып тастайын. Мен жоғарымен равнять етейін. YouTube төмен түсірейік. Кішкене шахматтан порядке болсын. Енді копировать етемін да D-ны басам. Қарап отырсаңыздар, қатты көбейіп кеткен сияқты. Осы вариант қалдырайық және тағы бір вариант жасайық жанына. Бірақ бір логотиптен алып тастайық, бір қатардағы. Мынаны аламыз да мен. Мынаны алып тастайын. Мынаны алып тастайын. Бұның төмен түсірейін. Кішкене ара қашықтағы. Осылай жасап көрейік. Және кішкене тағы кішірейтейік. Логотиптер қатты үлкен болып кетпесін. Көзге жаман көрінеді, грубо көрінеді. Мынаны YouTube-ты алып тастаймын, жаңағы әдіс бойынша келтіремін. TikTok-ты төмен көшіре саламын. Осы деңгейде болатындай болсын. Астың жағын равнять етемін да. Shift ені басам. Келесі көшіреміз. Сол әдіс бойынша. Міне қарап отырсаңыздар, кішкене екеуін салыстырмалы түрде мынаның арасында воздух бар. Бірақ мынаның барлығы жеке-жеке тұрған сияқты. Разнобойный болып тұр. Бізге кішкене бір тәртіпке келтірейік. Разгруппировать етімді мен L әрпін бастым. Мына әдіспен бастық. R әрпімен, яғни оң жағымен, сол жағымен равнять группировать етейік. Көшіріп шығайық. Мынаны жоғары көтерейік. Жаңағы әдіс бойынша. TikTok төмен түсірейік. Копировать.
мынаны аламыз да группировать етіп қояйық. Ал енді кетті, келесін тағы копировать. Міне осы тәртіп кішкене жақсы көрінетін сияқты менің ойымша. Осы тәртіп бойынша жасаған дұрыс деп ойлаймын. Мынаны мен өшіріп тастайын. Егерде бұл керек болып жатса, мен деген описанияға осы файлдың ссылкасын лақтырып кетемін. Көшіріп алуларыңызға болады. CDR форматта болады барлығы. Ал ұнап жатса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, YouTube-ға кіріп менің каналымды табу үшін ерлан.сабақтарды теріңіздер. Сол кезде мына канал шығады. Менің видеоларым бірінші болып шығып тұрады. Басып, видеоның ішіне кірсеңіздер, осыған дейінгі түсірілген сабақтарым бар. Әр қайсысын көріп шығуларыңызға болады, үйреніп алуыңызға болады. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп отырыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Ол маған келесі видео жазуға мотивация береді. Аман болыңыздар.